Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі. Уфадағы Ғалия медресесі. Ғалия медресесінде оқыған шәкірттермен бірге. Ғалымжан Ибрагимов Гирфанұлы. Мажид Ғафурин. Алғашқы прозалық туындысы Шұғаның белгісі. Айқап журналының сыртқы беті. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның байдың қызы, Рәзия қыз, қашқын келіншек, Зайкүл, Маржан, өтірікке бәйге, хан күйеуі, кемпірдің ертегісі, бөліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Шығармаға сатылай кешенді талдау жасау. Жағдаяттық сұрақтар. Шұғаның өліміне кім кінәлі? Қазіргі қазақ қыздарының тағдыры Шұғамен салыстырмалы түрде қандай деп ойлайсыңдар? Әбдірахманның орнында болсаңыз қайтер едіңіз? Жазушы шығармасын Шұға десе Шұға еді-ау деген өкінішпен аяқтайды. Сен болсаң қалай аяқтар едің? Шұға неліктен тәуір болғысы, жасылғысы келмеді? Сіз өз бойыңызға Шұға мен Әбдірахманның қандай қасиеттерін алар едіңіз? Шығармашылық жұмыс. Эссе. Шұғаға хат. Сезімнен туған жолдар. Тест сұрақтары. Үйге тапсырма. Бірінші, Бейімбет көркем әңгіме шебері. Екінші, Шұғаның белгісіндегі Шұға бейнесін анықтап келу.